күн. Мен Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы Бірік орта жалпы білім беретін мектебінің педагог-психологы Өтебаева Аида Жәнібекқызы. Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына орай өткізіліп отқан байқауға мен сіздерге Абай атамыздың бір-екі өлең шумақтарын арнағым келеді. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішіне қулық сақтап, өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегіңмен ақылың екі жақтап, өзіңді сенгіштікпен әуре етпе, құмарпаз боп мақтанды қуып кетпе, жұртпен бірге өзіңді қосалдасып, салпылдап сағым қуып бойыңа еппе, қайғы келсе қарсы тұр құлай берме, қызық келсе қызықпа оңғаққа ерме, жүрегіңе сүңгі де түбін көзде, сонан тапқың шын асыл тастай көрме. Жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім, ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілінен кеш сермедім. Бұл махрұм қалмағына кім жазалы, қолымды дөп сермесем өстермедім. Адамның бір қызығы бала деген, баланы оқытуды жек көрмедім. Баламды медресеге біл деп бердім, қызмет қылсын жиналсын деп бермедім. Өзімде басқа шауып төс көрледім, қазаққа қара сөзге дес бермедім. Еңбегімді білерлік еш адам жоқ, түбінде тыныш жүргенде теріс көрмедім. Желсіз түнде жарық ай, сәулесі суда дірілдеп, ауылдың жаны терең сай, тасыған өзен гүрілдеп, ауылдың жаны терең сай, тасыған өзен гүрілдеп, қалың ағаш жапырағы сыбдырласып өзді-өзі, көрінбей жердің топырағы, құлпырған жасыл жер жүзі, көрінбей